Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті оқушылар, міне біз алфавиттің барлығын өттік. Сөздің басында, ортасында, аяғында қалай келеді. Енді сіздерге жалпылама жуан жіңішке әріптерді айтып өтемін. Міне араб алфавиті 28 әріптен тұрады. Әлиф, бә, тә, сә. Сәні сіздерге өттім, естеріңізде болса, сақаушы айтылады. Тіл екі тістің ортасында қойылып, сә деп. Джим, ха, ха, дәл, зәл, ро, зәй, син, шин, сот, тот, то, зо, айн, ғойн, фә, қоф, кәф, ләм, мим, нун, ха, уәу, я әріптері. Енді мына жерде неге қызылмен қоршалып тұрған әріптер? Бұл осы қызылмен қоршалып тұрған әріптер, бұлар жуан әріптерге жатады. Яғни ха, сот, дот, то, зо, ғойн, қоф. Осы әріптер, қызылмен қоршалып тұрған әріптер, жуан әріптер. Қалған әріптердің барлығы жіңішке әріптерге жатады. Осы әріптердің толықтай жаттап, сөздің басында қалай келеді, сөздің ортасында қалай келеді, сөз соңында қалай келеді, соның барлығын жаттаңыздар. Одан кейін Алла қаласа ережелерге көшеміз.